Бүгін біздер кітап туралы кішкене ғана инсайттар айтып жіберем. Инсайт емес, сіздерге керек ақпараттар. Бірінші, қандай кітап оқу керек? Кітапты оқығанда не істейміз? Кітаптың қандай пайдасы бар? Сіздер көбісіңіз білесіздер ғой, кітаптың қандай пайдасы бар екенін. Жалпы кітап өзіңізді дамытудың ең бірінші құралдың бірі кітап. Өзіңізге нақты қандай кітап керек, соны таңдап алсаңыз, сізге ол жол көрсетеді, сізге әрі қарай бастап барады. Яғни сіз өзіңізге қажетті керек нәрселерді осы кітаптың ішінен тауып ала аласыз. Бірінші, өзіңізді дамыту үшін, ойыңызды кеңейту үшін және сөйлеу мәнеріңіз барлығы осы кітап, қандай кітап оқығаныңызға байланысты өзгереді. Яғни сізге қандай кітап қызық, соны таңдап алып өзіңіз оқысаңыз болады. Яғни бірінші, сіз өзіңізге қандай кітабын таба алмай жүрсеңіз, қандай кітап оқырыңызды білмей жүрсеңіз, бір күні уақытыңызды арнап, кітапханаға барып, кітаптардың ішінен өзіңізге керек кітапты таңдап, яғни оның ішінен мазмұнын қарап, ішінде тексттерін оқып, өзіңізге нақты осы маған келеді ау деген кітаптарды таңдап алып оқысаңыз болады. Әдеби жанр болсын, ол ағылшынша болсын, орысша болсын, кез келген кітапты таңдап алсаңыз болады. Яғни қазір мен өзім мысалы Гүлбира ұстаздың Мінсіз кітабын оқып жатырмын. Сахабалардың сөйлейлі ғұмыры деген кітапты оқып жатырмын. Ол Нұрсұлтан Смағамбетұлы кітабы. Сіз де сол сияқты өзіңізге керекті кітаптарды тауып, таңдап алсаңыз, мотивациялық кітаптар бар, өзіңізді әрі қарай дамытып, жоғарылатып өсіретін кітаптар бар, соны таңдап тауып алсаңыз болады. Сізге негізі қандай кітап оқып жатырсыз? Сізге қандай оқыған кітаптар ұнайды? Маған бөлісе кетіңіз. Мен де сол кітаптарды еселешті оқып көретін боламын. Сіздерге пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, мені қолдап кетіңіздер.